никаких если. Да. Это нам надо делать. Да. Ылғи айтамыз, ауыл шаруашылығы болашақтағы негізгі драйвер. Мен айтып жүрмін ғой. Барлық елдер өзінің жерлерін қолданып бітті. Да. Технологияны ең жоғары шыңына шықты. Да. Басқа олардың алатын жағдайы жоқ. Дұрыс айтасыз. Дүние жүзіндегі қалған жер Ресей, Қазақстан, Украина үш-ақ жерде қалды қазір. Барлығы бізге келеді. Білеш? Иә. Егерде барлық халық Америкадағы сияқты тамақ жейтін болса, бүкіл дүниедегі тамақ 2,5 миллиард адамға ғана жетеді. 40-шы жылы 8,9 миллиард халық болады жердің бетінде. Сонда барлығы бізге келеді. Соған дайындалу керек. Қанша не керек? Осыны жеке қарау керек ауыл шаруашылығы. Қанша ақша керек берейік, бірақ та конкретно болатын болса. Дұрыс. Суларды өзендердің жағасын айтып отырсың ба, оңтүстікте, басқа жерлердегі суларға? Жоқ, мынау солтүстікте өте жақсы. Солтүстікте көбейту керек. Солтүстікте суармалы жерлерді көбейту керек. Солтүстікте мен қанша айттым? Қаншама су бар. Деген көктемде барлық облыстарды алып кетеді. Тоған салу керек деп айттық қой. Қазір өте жақсы жүріп жатыр. Есіл мына жердегі. Ана жаққа барғанда Петропавлды алып кетеді. Қазір мынау Ақмола облысында, Ақтөбе облысында жақсы жүріп жатыр. Ақтөбе облысында 12 мың гектарды биыл іске қосты. Сол судың ешқайсысын ұстамаймыз. Да. Мен жердің астындағы суды айтып отырғам жоқ. Ол өз алдына жетіп жатыр жер астындағы су. Оларды шығарып құдық қазу кезінде қанша құдық болды Ахметжан? 2000. 2000 құдық, әр құдықтың төңірегінде 5000-6000 қой өсіретін. Қазір олардың бәрі жоқ болып қалды. Ол келеді орнына, қалпына келеді. Ол қалай? Ол негізгі ауыл шаруашылық өнімін жоғарылатын суару болып саналады біз үшін. Оңтүстік жақта жағдай бар. Мына ненің ертістің бойында талай жобалар болды, қазір жоқ ол. Қазір қайттан қалпына келіп жатыр. Ертіспен бірге параллельно баяғыда Совет одағы кезінде канал жүргізу мәселесі бар болатын. Сол каналдың бойында жүздеген мың гектар жерлер суарылатын болады. Жердің астынан алған суды Павлодарда бір шаруа береді. Кім еді? Неміс фамилиясы. Ұмытып қалдым. Геринг. Помнишь Геринг? Жердің астындағы суменен просто сказку показывал. Жоқ болып кетті сол барлығы. Павлодар облысында айдалада жердің астындағы суменен шықпайтын нәрселер шығатын о жерде. Олардың өнімі бірнеше есе көп болады. Соның барлығын надо возродить. Үлкен резерв у нас мал шаруашылығында. Жаңа мынау не бар, слайдта көрініп тұр. Коэффициент конверсии. 1 миллион тонна бидайды біз сатсақ, 150 миллион доллар аламыз. Ал 1 миллион тоннадан 200 мың сиыр етін өндіріп болады. 1 миллиард долларға шығару. Производство куриных яиц дает 3 раза больше доходов, чем производство зерна. То есть коэффициент конверсии растениеводства, животноводства, вот 5% в случае мяса и больше 3% в любом случае. Поэтому у нас огромный резерв в развитии животноводства. Поэтому в прошлом году мы утвердили программу, и сейчас набирает обороты наша программа мясного животноводства. За год, за год экспорт мяса, всех видов мяса. Надо решительно посмотреть. Біздің бидайды экспорттайтын базарларымыз алыс болды. Сонда ғой? Алыс, қиын, да. Мына көршілерге, мына жаққа Қытай жағына, Ресейге ол жарайды. Конкуренттер көп. Ана жаққа шығу үшін біз конкурент бола алмаймыз. Да, у нас аграрии есть, специалисты, понятно. Но никто не думает, как поднять производительность этого хозяйства. Бидай керек па, мал керек па, или өсімдіктің майы керек па. Все это считается же? Да, считается. Вот как раз. Вот за прошлый год, говядина в предыдущем году было экспортировано 5500 говядин тонн. В прошлом году на таком совещании я обещал, что мы добьемся 15 тысяч. По концу года мы экспортировали 19,9 тысяч тонн говядины. Следующий год мы ставим задачу 25. При этом за год, за полгода, можно сказать, программа полгода работает, 600 новых семейных ферм создано в Казахстане. Вот. Молочное животноводство тоже идет рост. За год создано, введено в действие 25... Давай по мясу поговорим. Да? У нас, когда мы покупали эти быки, племенные, алып келдік, фермалар жасадық,
Сколько мы собирались экспортировать? 60 тысяч тонн. 60 тысяч тонн в свое время было, 60 так, тысяч такая тонн. цель. Вот Да. твой заместитель, он же работает. Қайда? Да. Асылжан, осында ма? Асылжан, қайда сенің айтқаның? Болады, келесі жыл болады 60 мың тонна Сен болады. кеттің, бітті, сауда ұмытылды бәрі, Қанша мал алып келдіңіз? Қанша ақша шығардың соған? Біздің орындалатын жоба шектер кейін қарай ысырылды. Мін қазір жоба іске асырылып жатыр. 20 мың тонна 18 жылы, келесі жыл көрсеткіш 30 мың тонна болайын деп тұр. 30 мың. Иә. Өйтіп 60 мыңға жетеміз бе? 2-3 жылда жетеміз. Қазір 2-3 жылда жетеміз. Бұл арифметикалық прогрессияда өсетін нәрсе, өзіңіз білесіз, ол биологиялық процесстер. Бірден бола салмайды. Ол станок әкеп қосқанымен деталь шыған салмайды. Бұл жерде 250 фермер хозяйствосын жасаймыз деп айтқансың. Бұл жерде адамдар қанша жұмыс істейді? Осыған жабылып жұмыс істейді бар. Бұл программа сказсан, Русланович, жаңағы 200 мың ферма болады, онда... Бұл да суаруға байланысты. Суаруға. Иә, сол үшін. Малдың басын мынандай көтеру үшін Азығын дайындау. төңірегінде биоэнергия. Все там комплексы надо посмотреть. Енді такой вопрос. Вот у нас импорт продовольственной продукции повышает цены внутри страны. Мы все виды сельхозпродукции производим. Надо скрупулезно взяться прямо по каждому продукту, чтобы обеспечить внутреннюю потребность. Жақсы ғой барлық жағынан. Рынок здесь, покупатель способный внутри. Ну что такое? Переработанное мясо завозим, молоко из Белоруссии завозим. Жарайды жоқ нәрсені. Қантты да мінекей Алматы облысының еңбегінің арқасында жақындап қалдық 50%-ке. Сырттан әкеліп бізде жоқ. Барларды неге жасамаймыз? Вот скажи мне. Да, Савич, мы анализировали 30 самых основных продуктов, из них считанные только мы импортируем. Это вот сахар. По сахару мы потребляем 500 тысяч тонн. Продолжай, сахар. Сахар, яблоко, Яблоко фрукты. можно тоже развить. Да. У нас теперь молочные продукты, масло, колбасы. Колбасы. Ну, это, в принципе, это не делает погоду, в принципе. Но мы это, вот если эти заводы будут внедрены... Делает погоду, но делает повышение цен для народа. Потому что завозится издалека. А мы можем это произвести. Давайте целенаправленно поработаем. Что для этого надо? По сахару, вот я сказал, нам надо 2 завода построить по 100 тысяч тонн. Сахардан я ничего не говорю. Да. Басқаларын. Жасайбыз, Русланович. У нас есть определенные планы. По молоку нам надо просто сырье увеличить. Вот мы за год на 200 тысяч увеличили, и мы закроем эту потребность. По импорту тағы да айтатын мәселе жаңағы жеңіске де саған да по легкой промышленности. Садись. Одежда.